Ал Жамбыл облысында автогаз тапшы аймақта сұйық отында таратумен айналысатын 30-ға жуық станция басшылары соңғы уақытта автогаз көлемі күрт азайды. Оның өзін тең бөлмейді деп шағымданды. Осының салдарынан газ құю бекеттері жабылып, 100-ге тарта тұрғын жұмыссыз қалуы мүмкін дейді. Ал облыстық энергетика басқармасының мәліметі бойынша компанияларға автогаз өткізу механизміне байланысты бөлінеді. Бұдан бөлек Шымкенттегі газ өңдеу зауытының бірі жұмысын тоқтатқан. Нәтижесінде облысқа бөлінетін ай сайынғы газ көлемі 1000 тоннаға төмендеген. Әр компанияның қанша АЗСі бар, АГЗСі, осындай газ құятын станциясы, сол станциясының санына қарай бөлінсе деген біз қаншама айтып жатырмыз. Ұсыныс, мысалы, менде 25 станция ма, мысалы, бір АЗСке, мысалы, 20 тонна, 30 тоннадан қойып, хотя бы сөйтіп бөлсе деп те, бір айға. Жақын арада энергетика министрі өз бұйрығына өзгеріс енгізу жоспарлауда. Сол кезде біз тек қана көтерме саудада есептеуді алған кезде бұл кісілерге көбірек бөлінеді деп ойлаймыз.